Ата-ана разылығы неге маңызды? Адам өміріндегі ең қымбат жандар ата-ана. Олар бізді дүниеге әкеліп, өсіріп, тәрбиелеп, бар жақсылығын береді. Исламда ата-ананың орны өте жоғары. Себебі олардың разылығы Алланың разылығына апаратын ең маңызды жолдардың бірі. Көп адамдар өмірде бақыт, береке, тыныштық іздейді. Бірақ сол берекенің кілті көбіне ата-ананың разылығында екенін түсінбей жатады. Сондықтан бұл тақырып әрбір мұсылман үшін өте маңызды. Бірінші, ата-ана өміріміздің себебі. Адам бұл дүниеге ата-анасы арқылы келеді. Ана 9 ай, 9 күн баланы көтереді, түрлі қиындыққа шыдайды. Әке болса, отбасын асырау үшін еңбек етеді. Ата-ана біз үшін ұйқысыз түн өткізеді, барын беруге дайын болады, біз ауырсақ бірге қиналады. Сондықтан олардың алдындағы біздің қарызымыз өте үлкен. Екінші, ата-ананың разылығы Алланың разылығы. Исламда ата-ананың разылығы ерекше орын алады. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын, Алланың разылығы ата-ананың разылығында деген. Бұл дегеніміз, егер ата-ана риза болса, Алла да риза болады. Ал егер ата-ана разы болмаса, адамның амалдары да қабыл болмауы мүмкін. Сондықтан мұсылман адам ата-анасының көңілін табуға тырысуы керек. Үшінші, ата-ананы құрметтеу үлкен сауап. Ата-анамен жақсы қарым-қатынас жасау ең үлкен сауаптардың бірі. Мысалы, жылы сөз айту, көмектесу, жағдайын сұрау, көңілін қалдырмау. Осындай қарапайым әрекеттердің өзі Алланың алдында үлкен амал болып саналады. Төртінші, ата-ананы ренжіту ауыр күнә. Кей адамдар ата-анасына қатты сөйлейді, сөзін тыңдамайды, қарсы шығады. Бұл үлкен қателік. Исламда ата-ананы ренжіту ауыр күнә саналады. Мұндай адам берекеден айырылады, жүрегі тыныш болмайды, өмірінде қиындық көбейеді. Сондықтан ата-анамен әрқашан жұмсақ сөйлесу керек. Бесінші, ата-ананың батасы үлкен күш. Ата-ананың батасы адамның өмірін өзгертеді. Кей адамдар жұмысы жүрмейді, жолы болмайды, береке таппайды. Бірақ ата-анасының батасын алған адам өмірінде жеңілдік көреді, ісі алға басады, жүрегі тыныш болады. Сондықтан ата-ананың батасын алу өте маңызды. Алтыншы, ата-анаға қызмет ету жәннатқа жол. Исламда ата-анаға қызмет ету жәннатқа апаратын амалдардың бірі. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын, жәннат ананың аяғының астында деген. Бұл сөз ананың орны қаншалықты жоғары екенін көрсетеді. Ата-анасына жақсы қараған адам үлкен сауап алады, Алланың сүйікті құлы болады, ақыретте сыйға ие болады. Жетінші, ата-ана тірі кезде қадірін білу керек. Көп адамдар ата-анасының қадірін кеш түсінеді. Олар тірі кезде мән бермейді, ал жоғалтқан соң өкінеді. Сондықтан ата-ана тірі кезде қамқор болу керек, жиі хабарласып тұру керек, жақсы сөз айту керек. Уақыт өте тез өтеді. Кейін өкініш пайда болуы мүмкін. Сегізінші, ата-анаға дұға жасау. Егер ата-ана өмірден өтсе де, оларға дұға жасау үлкен сауап. Мысалы, Алладан кешірім сұрау, сауап арнау, садақа беру. Бұл олардың дәрежесін көтереді. Қорытынды. Ата-ана біздің өміріміздегі ең үлкен нығмет. Олардың разылығы бақыттың кілті. Ата-ана разылығы неге маңызды? Бірінші, олар біздің өміріміздің себебі. Екінші, олардың разылығы Алланың разылығына апарады. Үшінші, оларды құрметтеу үлкен сауап. Төртінші, оларды ренжіту ауыр күнә. Бесінші, олардың батасы өмірді өзгертеді. Алтыншы, оларға қызмет ету жәннатқа жол. Жетінші, тірі кезде қадірін білу керек. Сегізінші, оларға дұға жасау маңызды. Егер адам ата-анасына жақсы болса, Алла да оған жақсы болады. Алла баршамызға ата-анамыздың разылығын алуды нәсіп етсін.